Опасыз туыс. Ертеде дүниеден кедей бір шал өткен екен. Шалдың екі ұлы болыпты. Адалетті де жалғыз ала биесі болған екен. Күндердің бірінде ұлдар әкесіне: «Әке, осы ала бие құлындағанды қойды. Мұның не құлынының, не қымызының қызығын көрмедік. Осыны сатып жіберіп, орнына бір бұзаулы сиыр алсақ қайтеді» деген екен. Сонда әкесі тұрып: «Ала бие жылында емес, күнінде құлындай. Құлындағанда таңға жуық ыңғай алтын құлын табады. Амал не? Сол алтын құлынды аяқтана бергенде аспаннан бір алып қара құс келеді, аспанға алып шығып кетеді» депті. Әкесінің бұл сөзі екі ұлын қатты тамсандырыпты. Екі бірдей керіскедей азамат тұра қара құсқа жем болмақпыз ба? «Әкеу, мұны ертеректе неге айтпағансыз? Күзетеміз де құлынымызды алып қаламыз» депті олар. Сонымен бірінші күнгі күзетке шалдың үлкен ұлы шығыпты. Әкесінің айтқанындай таң қылаңдап келе жатқанда ала бие құлындап, қайрық жалы нұр шашып тұратын алтын құлын туыпты. Құлын туған кезде нұры мен төңірек жап-жарық болып кетіпті. Сол мезетте аспанға ойнақшып түндіктей қара бұлт шығып, найзағай жарқ-жұрқ етіп, от қамшысын сабалай жөнеліпті. Несер құйып алай-дүлей дауыл тұра қалыпты. Осы аласапыранның ішінде аспаннан бір алып қара құс қиылып, алтын құлынды шаңғыртып іліп ала жөнеліпті. Күзетте тұрған жігіт қару қылғанның орнына есінен адасып талып қалыпты. Есін жиған кезде әкесі мен інісіне: «Бұл біздің маңдайымызға жазылған сор екен, оны жеңу қолымыздан келмейді» депті. Сонда шалдың кіші ұлы тұрып: «Шешеміз бізді ұл деп тапқан, құсқа өз ұрысымызды жем ете алмаймыз» деп кеудесін қағыпты. Осы бетінде кешке дейін арып алысып, алмас семсер соғыпты. Әкесі мен ағасының: «Қой деген соң қой, енді өзің мерт боласың. Бұл бізге жабысқан пәле» дегеніне қарамай соққан семсерін алып кешке күзетке тұрыпты. Құлын аяқтана бергенде күндегі әдетінше аспаннан алып қара құс алтын құлынға қарай қиындата құйылыпты. Құлынды шеңбектей берген қара құсты қаһарын бойына жиып күзетте кектене тұрған паң жігіт қолындағы семсермен қара санынан ала тартып қалыпты. Санынан жараланған алып қара құс алтын құлынды тастап аспанға тік шығып кетті. Бірнеше күн өткен соң кіші ұлы әкесіне: «Көп жылдар бойы құс алып кетіп жүрген алтын жылқымызды қайтарып келем» деп тілек қояды. Шалдың үлкен ұлы алдыңғы реткі жеңілісіне жергенердей ұялып намыстанып жүреді екен. Інісіне қосылып ол да әкесіне: «Мен де барсам» деп тілек білдіреді. Шал екі ұлының тілегін қабыл алып, батасын беріп аттандырып салыпты. Аттандырарда: «Балаларым, жүре берсеңдер, осы қара жол бір жерге барғанда екіге айырылады. Қара құстың мекені біріңе болмаса біріңе кезігер. Екеуің жолдың екеуімен жүр» депті. Расында ай жарымдай сапар шеккеннен кейін үлкен даңғыл жол әкесінің айтқанындай екіге бөлініпті. Жолдың меке жаққа кеткені тақ-тақ екен да, басқа кеткені көп із түспеген сонылау екен. Шалдың үлкен ұлы тақ-тақ жолды таңдап алыпты. Кіші ұлы сонылау жолмен жүре беріпті. Арада маусым өтіпті, жыл өтіпті, тіпті бірнеше жыл өтіп кетіпті. Бұлар арық еті арша, борбай еті борша болып әбден шаршапты. Киімдері өрім-өрім болып, қолдарындағы темір таяқтан тебендей қалыпты. Сол кезде шалдың кіші ұлы тереңде ең құзар жартасты бір шатқалға келіп жетіпті. Сай табанында тастан тасқа соғылып, ақ көбік шаша долданып аса өзен ағып жатыпты.
Ол осы өзенді өрлеп жүре беріпті. Бір жерге келгенде, 6 қанат ақ орда кезіге кетіпті. Ордаға кіріп келсе, орданың дәл ортасында бір тайқазан қоз еті пісіп тұрыпты. Оң жақ босағасындағы дәу сабада сары қымыз іркілдеп тұр екен. Оның ар жағында шағи шымылдық құрулы тұрыпты. Ашығып келген жігіт шымылдықпен жұмысы болмай, тайқазандағы етті сыпырып сиырып жеп, қымызды бірақ көтеріпті. Онан кейін құрулы шымылдықты ашса, ай мен күндей сұлу қыз отыр екен. Қыздың екі қолы қайырылып керегеге байлаулы, ерні темір істікпен тереулі екен. Жігіт көре сала қыздың қолын байлаудан босатып, еріндегі тереулі істікті жұлып алыпты. Сонда қыз: «Ағатай-ай, менің де адамзатты көрер күнім болады екен-ау» деп жігітті мойнынан құшақтап бас салыпты. Өксігі басылғаннан кейін жігіт қыздан жөн сұрап: «Бұл орда адамзаттық емес, диюдікі» депті қыз. «Мен бір жесір кемпірдің жалғыз қыз едім. Осы диюдың шешемді зар еңіретіп тастап, мені алып қашып келгеніне жыл жарымдай болды. Өзі түнді аңға шығады. Кетерінде үйдегі етті жеп, қымызды ішіп қоясың деп менің аузымды түйреп қояды. Мал бар ма диюда? Ыңғай алтын жылқысы бар. Осы өзеннің құйғаны үлкен көл болады. Алтын жылқылар сол көлдің астын жайлайды. Ай сайын қораға әкеліп ашылатып қайтарады». Бұл жайтты естігеннен кейін жігіт іздеп жүрген алып қара құстың мекені осы екенін аңғарыпты. Онымен шайқасудың қамын жасап қыздан: «Жылқыны көлдің астынан қалай шығарады?» деп сұрапты. «Мына теңнің ішінде» депті қыз. Төрдегі алтын жүгаяқтың үстінде алтын кілеммен оралып, алтын арқанмен буылып жиылы тұрған теңді нұсқап. «Алтын жүген бар. Сол жүгенді алып көлдің басына барыңыз. Көлдің жағасында зәулім биік алтын бәйтерек бар. Сол бәйтерекке сүйеніп тұрып, алтын жүгенді шылдырлатсаңыз, көлдің ішінен арқырап алтын айғыр шығады. Алтын айғырға жайдақ міне салып, ауылға қарай тартсаңыз, артыңыздан шұбырып ілесіп қалың алтын жылқы ауылға келеді. Диуаңнан қашан келеді? Қасқарая келеді. Онда» депті жігіт. Азуына азуын басып тостағанда екі көзі от шашып, қос жұдырығын түйіп, жолын тосып жатып, онымен алсамын, оның басын аламын. Бұл сөзді естігенде қыз бір жағынан қуанса да, екінші жағынан бір сойқанның басталатынын байқап, өлім мен өмірдің арасында қалғандай қорқып кетіп: «Ағатай-ай» депті мөлдір көзінен жас моншағы домалап. Оған пенде баласының күші жетпеуші еді. Ол келерде осы шатқалдың іші нөсерлетіп, дауылдатып кетеді. Аспанды қара бұлт қаптап, найзағай шатырлап күн күркірейді. Мұның бәрі соның екпіні. Осы екпіннің өзі ақ пенде баласының тоз-тозын шығарады. Онан да жасырынып қашып кетелік. «Жоқ қалқам» депті жігіт. «Жасырынып қашып кеткенімен жаудың аты жау. Ол бізге түбі қас қылады. Көл түбінде жатқан ана алтын жылқы менікі. Менің әкемнің адал еңбегімен тапқан ала биесінің ұрпақтары. Бұрында диюдан бір алтын құлынымды алып қалғанмын. Осы жылқыны тауып алып қайтуға шыққанмын». Ақыры жігіттің ақылына қыз көніпті. Өткенде осы диюдан алтын құлынын айырып алып қалғанын айтқанда қыз жігітке таңдана қарапты. Сонымен екеуі бірлесіп диюды өлтірмек болыпты. Қыз диюдың тағы бір сырын айтыпты. Диюдың астындағы аты адамзаттың иісін шақырым жерден сезеді. Сезген заманда шыр айналып шыңғырып тік шапшып тұра қалады. Осы кезде нөсерлеп тұрған жаңбыр да оңды соңды үріп тұрған дауыл да тоқтай қалады. Алуыңыз үшін осы бір орай. Жігіт диюдың жолын тосып жатқанда, аяқ астынан алай-дүлей түтеп кеткен дауыл да, шелектеп құя салған нөсер де қыздың айтқандай лезде тына қалыпты. Сол кезде
Kim var бұл жерде? Kim менің мекеніме басынып келіп жүрген шық бер деген қатулы дауыс шығыпты. Айғайлаған Дию екен, жолдың жағасында жасырынып жатқан жігіт келсең кел деп тұра ұмтылыпты. Сонымен екеуі қарпақ-құрпақ алыса түсіпті. Ымыртта алысқаннан тола салмай 3 күн, 3 түн алысып, алысқан жерлерінің дөңін ойын дөң қып жіберіпті. 4-ші тәулік қауғанда екеуі дәбдән қалжырапты. Әсіресе жігітті Дию меңдете бастапты. Мұны көрген қыз жалмажан Диюдың алтын жылқының жал құйрығынан ескен шалма арқанын әкеліп Диюдың мойнына салып жіберіпті. Өз жағы үшін беліне мықтап орап, Диюды шалқайта тартыпты. Сонда Дию жаңғысып, өкіріп барып сұлапты. Жігіт кеудесіне қарғып мініп басын шорт кесіп алыпты. Диюды өлтіріп, алтын жылқыны алғаннан кейін қыз жігіт некеленіп, алтын жылқыны жер қайыстыр айдап, елге қарай көшкен екен. Көшшенекөй бұларға жігіттің ағасы ұшырап қалыпты. Ағасының мойны ұрғайдай, биті торғайдай болып, өзі өлімші халге келген екен. Бұл халын көрген ағасына інісінің де қайнағасы екенін білген жас келіннің де жаны ашиды. Бірнеше күн дамылдап бұл кісіні тынықтырмаймыз ба депті жас келін. Жігіт жан-жарының жарасымды лебін екетпепті. Жас жігіт жылқыны жасаңдау суатты жерге қайырып салыпты. Жүкті түсіріп ақ ордан тігіпті. Бір ту биен сойып, бір желі құлынды байлап, ағасын асқан меймандостықпен күтіпті. Келіні кір кешегін жуып, тамағын дәмдеп беріп, асты үстіне түсіп күтіпті. Шет жаңа киім тігіп, малындырып киіндіріпті. Осындай аста төк құрметке бөленіп жатқанда жігіттің ағасына мынадай бір арам ой түсіпті. Алтын құлынды қара құстан алып алғанда осы. Жұрт бетіне онда бір қарай алмастай қып еді. Бүгін сол алып қара құстың басын мүжіп, осынша алтын жылқыны айдап келе жатқан тағы осы. Менің алдымда әйелді болып алыпты. Елге не бетіммен барамын? Онан да мұны осы жерде ебін тауып өлтірейін де, әйелін өзім алып, онан соң елге жылқыны өзім әкелдім. Ол ынжықтың қаңғырып қайда кеткенін білмеймін деп бармаймын ба? Ағасының бұл пиғылынан хабарсыз інісі бір күні шаңқай түсті. Ақ ордада жайбарақат ұйықтап жатыпты. Жан-жары бие сауға кетіпті. Осы орайды пайдаланып ағасы Диюдан түскен ақ семсерді ақ орданың есігіне жүзмішке қаратып мықтап таңыпты. Сөйтті де інісінің тұсына барып, ойбай, аттан жылқыға жау тиді-ау деп бар даусымен аттан салыпты. Шырт ұйқыда жатқан інісі шошып оянып есікке тұрымтылыпты. Сонда есікке көлденең таңулы тұрған ақ семсер аяғын тізеден төмен қырып түсіпті. Денесі ауып, ақ орда табалдырығының сыртына түсіпті де аяғы табалдырықтың ішінде қалыпты. Осыдан кейін ағасы қалған жазаңды жапан түздің жыртқыш тағысы тағы берсін депті де, шолақ аяқ інісін қамшының сабымен көзге шоқып, жұртқа тастап көше жөнелтті. Шашын жайып, екі бетін жұлып ойбай салған келінін желкеден түйіп жіберіп, енді оның қатын емес, менің қатынымсың деп атқа таңып зорлап әкетіпті. Опасыз күншіл ағаның екі аяқты тұлдырғып, отағандығынан екі көзі мөлдіріп жұртта қалған есіл азамат, жарының кетерде жер ошаққа көміп кеткен, мылтығымен үстінен ұшып өткен құсты атып жеп, жапан түзде жалғыз түнелтіп жата беріпті. Талай күндер, талай түндер өтіпті. Сол күндердің бірінде, «Ей, пақыр адамзат! Біз де өзің секілді мүгедек едік. 3 жарты бірігіп бір бүтін болып күн көрсек қайтет» деп қасына
алдыңғы бір аяғын қақпан қырыққан арқар мен екі көз соқыр елік келеді. Арқардың бір ойнақтаса оқтаудай болып жараған, жаясы астаудай күмістеген ел тоқымды бәйге мақпал қара бесті ат бола қалатын еліктің тамақты өте дәмді пісіретін өнері бар екен. Әшеп сып, зергіп жатқан шолақ аяқ жігіт арқар мен еліктің талабын бірден қабылдапты. Сонымен бұл үшеуі бірігіп күн көріпті. Жігіт арқардың өнерімен пайда болатын бәйге қара атқа мініп аңаулайтын, елікке қайдағы асыл нәрін шөпті теріп әкеп беретін. Ал елік тамақты дәмдеп пісіріп шөптен жасап алған қопындарын күзетіп үйде отыратын болыпты. Осылайша бұлар талай тәулікті, талай аптаны, талай айды бастарынан кешіріпті. Кейін келе елік тападай тал түсті әзірлеп отырған асынан айырылып қалатын болыпты. Бұған өзара таң қалысыпты. Бұл жайттың қалай туылатынын байқау үшін бір күні жігіт қопындарынан шалғайлау жерде бас бағып жатыпты. Аңдып жатса, қопынның аяқ жағындағы жырашық пенен сумаң қағып өрлеп бір кемпір келіпті де, соқыр елікке сездірмей алдында асулы тұрған етін қазаннан етегіне салып алып безіп беріпті. Бұл жалмауыз кемпір екен. Көріп жатқан жігіт мылтығына дереу өқ басыпты да, қақшан қағып зытып бара жатқан жалмауыз кемпірдің басын қағып жіберіпті. Жалмауыз кемпірге табанда қайтадан бас пайда болыпты да, өзіне қарай тұрымтылыпты. Жігіт бұл басын тағы қағып салыпты. Жалмауыз кемпірге тағы бас пайда бола қалыпты. Жігіт тағы ұшырып түсіріпті. Сөйтіп, жігіт жалмауыз кемпірді өзіне жолатпай қойыпты. Жалмауыз кемпірден бірінен соң бірі 69 бас шығыпты. Жігіт 69-ында жайпап болыпты. Жалмауыз кемпір 70-ші басын шығарғанда, жігіттің оғы оның басының жарымын жұлып әкетті. Сонда жалмауыз кемпір: «Қарақтарым айтым болмаса осы жарты басымды қисаңдар екен. Көз жоғыңа көз, аяқ жоғыңа аяқ, қол жоғыңа қол шығарып берер едім» деп жалбарынған екен. «Алдымен сіздің аяғыңыз бүтінделсін» деп арқар мен елік құрметтеп жігітке жол беріпті. «Жоқ» депті жігіт. «Мына жалмауыз қақпас мені жұтып алса тастамайды. Сонан соң сорларыңды сорпадай қайнатады. Онан да алдымен сендер бүтінделіңдер. Бүтінделіп, күйлерің бұған қаттал келетін болғанда мен жұтылайын. Мен тастамаса өлтіріңдер де қос сүйегін қалдырмай шағыңдар. Мен сол қос сүйектерінің әйтеуір бірінен болмаса бірінен тірі шығатын боламын». Жігіттің ақылын ақыл алыпты да, алдымен елік жұтылыпты. Жалмауыз кемпір саңғып бергенде елік екі көз жайнап бұрынғы сау қалпында түсе қалыпты. Онан кейін арқар жұтылыпты. Ол да жерді төрт аяғымен тең басып түпті. Ең соңында жігіт жұтылыпты. Жігітті жұтқаннан кейін жалмауыз кемпір оны тастамай тайып жүре беріпті. Арқар кемпірді жүгіріп барып 8 көзден мүйізімен періп қалыпты. Елік жүгіріп барып жалпасынан түскен жалмауыз кемпірдің мүйіздеп ішін жарып беріпті. Сонымен екеуі жалмауыз кемпірді алжалап өлтіріпті де, жігіттің ақылы бойынша қос сүйегін қалдырмай шағыпты. Бірақ жігіт табылмай қойыпты. Бұған қатты қайғырған елік пен арқар зар жылап өз алдарына кете беріпті. Сонда ұшып келіп, қарсы алдарындағы бір топ шидің бір талына қона қалған бөрте торғай «Шынашақ, шынашақ» деп сайрапты. Естіген елік пен арқар: «Ойбай тәңір-ай, әлгі қақпастың шынашағы шағылмай қалған қоқсайды. Әйтпесе мына торғай біздің алдымызға келіп неге шынашақ, шынашақ деп сайрап тұр» десті. Осы ойлар бойынша олар қайта оралып келіп, жалмауыз кемпірдің тозаласы шыққан жемтігін қайта ақтарыпты. Расында бір шынашағының жалғыз буыны шағылмай қалған екен. Сол буынды шағып берсе, ішінен малдасты құрып,
домбыра мен ән шырқап отырған сап-сау жігіт шыға келіпті. Осыдан кейін әбден сауығып алған үшеуі біраз уақыт бірге серуен құрған екен. Кейінтінде қис бастықпен қоштасып, өз жөнлеріне кетіпті. Жігіт салған күйінде еліне келіпті. Еліне келсе, кәрекесі мен шешесі өзінің күйігінен өртеніп дүние салған екен. Ағасы көкарай шалғынды көк жайлауда салқын саяға биені байлатып тастап, алтын жылқының сарғымызы мен жал жаясына белшесінен бөгіп жатыр дейді. Шаңырағына құл, мосына күң міндіріп, тағы 3 әйел алыпты. Маңдағы ел жұртты түгел малайлыққа салған екен. Ел арасында қаңғы бөлді аталып, әлде қашан асы берілген інісі келсімен ақ. Бұл батырдың барлық ісі паш болыпты. Зорлықпен күң орнында жүрген жігіттің қашығы да өз сүйгенін көрген жерден ақ бас салыпты. Осы жайлардың барлығына жете қанық болып жиылған қалың ел, мұндай опасыз, күншіл ұрпақтың бізге керегі жоқ. Оған шуасаудың құйрығына байлап, пара-парасын шығарып өлтіру де жеңіл келеді. Оны жападан жалғыз қаңғып жүріп өлетін құла дүзге айдау керек деп жігіттің ағасына үкім шығарыпты. Сол үкім бойынша оны киімін сыпырып алып тырдай жалаңаштап, ұшар құс шөлден, жортараң аштан өлетін құла дүзге, қу медиенге, қаңғырық шөлге айдапты. Ал шалдың кіші ұлын ердігі мен адамгершілігі үшін ыстық құшақтарын алыпты. Жігіт те алтын жылқыны ердің көркі ел, орта қырысымыз деп, ел жұртына бөліп беріп, ел жұртымен бірге бақытта өмір өткізіпті.